Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдарында сіздерге жазушы, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәбит Досановтың туғанына 85 жыл толуына орай біздің қорда бар әдеби мұрасымен таныс болуға шақырамыз. Автордың 20 ғасыр 4 кітаптық роман эпопеясында 20 ғасырдағы қазақ халқының саяси және мәдени дамуы суреттелген. Қыран мен жылан романында қазақ қоғамының әлеуметтік өзгерістері, ұлт тәуелсіздігі мен жеке тұлғаның моральдық күресі бейнеленген. Намыс найзағай кітабы ұлттық рух, патриотизм және намыс мәселелерін қозғайтын шығармаларынан бірі. Ақбас бүркіт кітабында адамның асыл қасиеттері, ізгілік, отансүйгіштігі арқау еткен шығармалар топтастырылған. Аптаның 8-ші күні шығармасында бір-біріне ұқсамайтын кейіпкерлердің күрделі тағдыры суреттелген. Құрметті оқырмандар, Сәбит Мұқановтың шығармашылығы мен әдебиетіне тереңірек үңілгілеріңіз келсе, кітапханаға шақырамыз.